Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қарапайым шпажкадан балабақшаға арнап өте ерекше, өте әдемі болып шығатын көрнекілік жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін 4 ұзын жуан шпажканы алып, ұшын осылай қайшымен ізін түсіріп алып, қолмен қиып тастаймыз. Және ол ұзын болғандықтан біз 2-ге бөлеміз. Осылай барлығын 2-ге бөліп алдық. 4 шпажканы 8 қылып бөліп алдық. Және ыстық клейдің көмегімен екеуден бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Осылай барлығын жабыстырып 4-еу шығардым. Енді ыстық клеймен бір-біріне айқастыра отырып рамка жасап шығаратын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп ыстық клеймен жабыстырып шығатын боламыз. Міне біздің рамкамыз дайын. Енді скотчты алып, осылай ұзынша етіп, ашық жер қалдырмай бір-бірінің үстінен скотч жүргізіп шығатын боламыз. Міне енді скотчтың артық жерін жұмыс істегенде мықтырақ болу үшін осылай ішке қарай, ағашқа қарай қайырып, жабыстырып шығатын боламыз. Міне біздің рамкамыз дайын. Енді бала жұмыс істегенде мен искусственный гүлдердің жапырағын алдым. Даладағы живой жапырақтарды жабыстырса, өте әдемі көрнекілік дайын болады. Міне біздің көрнекілігіміз дайын болды. Өте ерекше, өте әдемі болып шығады. Жұмыс істегенде бала қызығатын болады. Бұл көрнекілік көктемдік бейнені бейнелеуге өте әдемі болып келеді. Назарларыңызға рахмет.